Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерге кешегі шеберлік сабақта Canva-ның мүмкіндіктері туралы өткен болатынбыз. Енді Canva-ға тегін доступты алу бойынша осы видео инструкцияны көріп шықсаңыздар болады. Ең әуелі Google-дың іздеу жолағына Canva Education деп жазамыз. Бірінші сілтемеге өтесіздер. Сіздерде осындай бет шығады. Келесі teachers, яғни мұғалім ретінде өзімізді танытуымыз керек. Бізде осындай бет ашылады. Енді осы жерге өзіміздің электронды почта мектептікін немесе өзіңіздікін жазсаңыз болады. Мен өзімдікін жаздым. Келесі бетке өтеміз. Енді получить подтверждение, яғни жұмыс істейтін туралы анықтаманы мектептен аласыздар, оны PDF-ке айналдырасыздар документті, сосын осы жерге жүктейсіздер. Міне справка с места работы дегенді басамыз. Осы жерге PDF түрінде жаңағы мектептен алған анықтамамызды тіркейтін боламыз. Содан кейін келесі батырманы баса отырып, сіздер бір немесе екі күн күтесіздер, одан кейін олардың жауабы келеді. Солай Canva-ға тегін мүмкіндік болады.